Сәлем достар, Гуанчжоудан бүгін тағы да біз базар аралаудамыз. Базар аралап және контактілерін алып, бізбен бағаларын салыстырып, сапаларын салыстырып көріп жүрміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, базар өте үлкен және таза екен бұл базар. Басқа базарларға қараған кезде бұл жақта көбінесе сапалы тауарлар екен. Көп байқағаным сапалы тауарлар. Сол өзіміз ойлағандай, көп алсаң арзанға, біреу алсаң біздегі бағаны айтады тура. Көбірек алатын болсаң, баға бірнеше есе төмен түсе береді. Қазір біз аралап көреміз тағы. Қазір біз базардың ішінде кішкене пепси ішіп, шөлді басып отырмыз. Мынау үлкен базар екен. Бұл азанда кірдік. Әлі дұрыстап аралай алмай, әлі не аламай отырмыз. Сол қазір бұл базарда мен түсінгенім, футболка тігетіндер, киім тігетін үлкен фабрикалар осындай базарларға өздерінің дүкендерін ашып қойды екен. Мысалы, оптовиктер, Қазақстан болсын, Ресей болсын, африкалықтар да жүріп бұл жақта. Осы базарға келіп, көріп, таңдап, тауарларды өздері алып кетіп жатқан жөндері бар. Бұл базарда да бірақ енді сапасыз заттарды байқамады. Көбінесе сапалы заттар. Біздегі 6-7 мың теңге тұратын футболкалар, мысалы, Базарбай бауырымыз алды. 2,5 мың теңгенің көлемінде алды. Базик деген фирманың футболкасы екен. Қазір сол футболкаға қайтып барамыз. Базарлары біздің базарға да қараған кезде өте мынандай неді, ыңғайлы орналасқан. Ешқандай не жоқ, отыратын жерлер. Қарап отырсаңыздар, кәдімгі біздегі супермаркеттің бутиктер сияқты. Бұлай қарап отырсаңыздар, кәдімгі біздегі супермаркеттегі сол сияқты базарда бұл жақта да есептейтін бұлай қарап отырсаңыздар. Қазір аралаймыз тағы да. Кеше біз Кантон көрмесінде барып көргенбіз футболкаларды, бағаларын бізге. Қазір енді сол екінші күні бүгін заводқа келіп отырмыз. Заводпен сөйлесіп, алдарыңызда отырған осы заводтың өзінің хозяйыны бізге шай құйып, құрметпен күтіп алып, тауарларын бәрін көрсетіп отыр. Қазір біз екінші заводқа шығып, және жоғары жаққа шығып, қанша жыл болды дейді? 25 жыл болды. 20 жыл болды. 20 жыл болған екен осы футболкамен айналысқандарына. Өздерінің қол астыларында 100 адам деді ме? 100 адам. 100 адам деді. Қазір осы жерде заводы қалада Чанчанлуда жаңағы офисі сол жақта орналасқан екен. Қазір шығып екінші этаждан көретін боламыз. Қазір мына жерде футболканың каталогтарын бәрін кеше көрген. Соны келісіп, бағаларын келісіп, сапаларын бәрін келісіп, реттейтін боламыз. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Тамаша қылып дизайндарды өздеріңіз. Өте керемет, тамаша версия. Қазір біз не жақта бағанағы электронный велосипедтер заводында жүрміз. Қазір келіссөз жасап жатырмыз. Бұл жерде салт дәстүр бойынша қонақтарды шаймен күтіп алады. Өздерінің алдарында шай бар, не бар. Қазір енді бағаларын сұрап көреміз. Қандай бағаларын тағы да бүгін келіп, сапасын, качествосын барлығын көрсетеміз дегенбіз. Качествосын көрдік. Бұл кісілер айтады содан кейін. Саған 3 сапада жасап береміз. Мысалы, жаңа біреуін айтты. 1200 ян деді. 1200 ян жаңағы алюминий дисікпен деді. Алюминий. Ал және де 1900-1800 янға жасаймыз. Темір немен дисікпен. Темір рамамен ғой, сол рамамен темірмен жасап береміз деді. Көрдіңіздер ме? Қандай керек, қалай керек, соған заказ бересіздерге.